рамада деген сөздің өзіне Ибн Касир түсіндіреді ғой, рахматулла алейх. Рамада деген күйдіру деген дейді да, ол ыстық деген дейді да. Рамада деген ораза ұстаған адамдардың күнәсін күйдіретін, жоқ қылатын ай деген ғой. Қазақша түсіндірмесі осындай да. Рамазан өзі міне 5 иман, намаз, ораза, зекет, қажылық қой, 5 парыз ғой. Рамазан өз алдына жеке құлшылық, бұл Алланың алдында сұралатын. Сондықтан намаз оқымасаң да пока что ораза ұстай беруге болады шариғатта. Оразаңды ұстай бер. Өйткені небір адамдардың намаз бастауына оразасы себеп болған. Өзі бұл айда көп жеңілдік береді ғой Алла Тағала. Тек ең бастысы абай болатын жерлерге абай болсаң болды. Бізде енді абайлы мынау Рамазанның мақсаты өзі сол ғой. Лааллакум таттақун ғой. Рамазанның мақсаты сені Аллаға қарай жақындату, тақуалыққа итермелеу, бұрын істеп жүрген нәрселерінен тыйылу деген сияқты нәрселер. Сол үшін де Рамазанда тек асқазанды ғана емес. Ең бірінші асқазан, ауыз, одан кейін көз, одан кейін құлақ, одан кейін қол, одан кейін аяқ. Мына одан кейін ең соңғы 6-шысы жүрек. Осы 6-ауы да ораза ұстау керек. Қалай? Тілдікі түсінікті, аузыңды тиясың, тамақтан и өсектен, ғайбаттан тиясың. Артық нәрсеге тіліңді былғамайсың. Егер де былғайтын болсаң, сол күні тек қана аш жүрді деп жазылады болды. Рамазанның сауабын түсіңде көресің. Бұл хадистерде солай келген. Екіншісі көздікіне, міне далаға шығып керек жоқ, мынау жетеді саған қарауға. Осы нәрселерден өте сақ болу керек, өйткені көз Рамазанда Құранмен шұғылданған жақсы дейді. Үшіншісі құлақ, есту. Екі адам өсек айтып отыр, ғайбат айтып отыр, жұмыста отырсың. Мен оразам, главное, бұларда шаруам жоқ, өздерде. Сен соған серіктес боласың дейді. Құлақтың оразасы кетті. Одан кейін не? Аяқтікі. Аяқтікі не ол? Енді 11 ай бармаған жерің жоқ қой, енді баспаған тауың жоқ. 1 ай сол аяғыңды мешітке арна дейді. Ана харам жерлерге қарай баруды азайт дейді. Бос жерлерге, мысалы карта ойнауға баруың мүмкін, басқа жерге баруың. Бұлардың бәрін доғару керек та, тарауыққа қарай. Сенің аяғың бұл айда тарауықпен шаршау керек қой. Тұрып, жүріп. Қолдарың да сондай. Қолдарың лудаман болудан қойылу керек та. Қолмен неше түрлі күнә істеле береді, телефонмен жасалына береді күнәлар. Оның барлығын сақ болу керек та.